Жамбыл облыстық білім басқармасы ұйытқы болған туған мектепке тағзым акциясы бұл жолы дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған қазақ-түрік мектеп-интернатында жалғасын тапты. Акция аясында білім беру мекемесіне осы мектептің түлектері қонақ ретінде шақырылып, бүгінде ел дамуына үлес қосып жүрген азаматтар өздерінің жетістіктерімен бөлісті. Туған мектепке тағзым акциясы өткен жылы тәуелсіздіктің 25 жылдық мерекесіне орай бастау алған болатын. Бұл іс-шара аясында өңірдегі барлық білім беру мекемелері өздері тәрбиелеп ұшырған үздік түлектерін мектепке қонақ ретінде шақырып, олармен оқушылар бетпе-бет әңгіме құрады. Облыстық дарынды ер балаларға арналған мамандандырылған қазақ-түрік мектеп-интернатындағы кездесуге Юстади аймақтық тестілеу орталық желісінің бас директоры Жанат Рахмани шақырылды. 17 жылдан соң білім алған оқу ордасына оралған азамат 9-10 сынып оқушылармен жүздесіп, еңбектегі жетістіктерін жеткізіп, биік шыңды бағындырудың жолдарымен бөлісті. Сондай-ақ робот жасауға арналған заманауи технологияны сыйға тартты. 4 комплект роботтардың сыйладық осы акция бойынша. Осы әр комплектін Lego Mindstorm деген комплектер. Ол әр комплектін ішінен 10 роботтай шығады. Яғни 40 роботтай жасай алады. Балалар бұл балалар үшін өте үлкен бір көмек деп ойлаймын. Бұл мектепте заманауи технологияларды жүзеге асыру жұмыстары ерекше қолға алынған. Сондықтан мұнда арнайы білім беру бағдарламасына робототехника негіздері енгізіліп, оқушылар инновациялық жобаларды жүзеге асыруда. Осы уақытқа дейін бұл бағыттағы ізденістің нәтижесінде оқушылар республикалық жарыстан 2 алтын, 4 күміс еншілеп келген. Енді дарынды жастар 14 ақпанда өтетін Қазақстан робототехника 2017 олимпиадалық ойындарына қызу дайындық үстінде. Өз кезегінде осы салада аянбай еңбек етіп жүрген мектептің түлегі аталған кабинеттің бүгінгі мүмкіндіктерімен танысып, оқушыларға осы бағытта тың идеяларды жеткізді. Бұл робот Lego арм деп аталады. Қазір 21 ғасыр техника заманы. Біз сондықтан да осындай қолдың үлкен түрін жасадық роботтар арқылы. Бұл роботпен біз мысалға өмірге қауіпті заттарды немесе эксперименттерге одан басқа да заттарды ұстауға болады. Және де біз оны ары қарай дамытып, бұдан да жақсы түрін шығарамыз деген ойдамыз. Мектеп мұғалімдері алдағы уақытта осындай мәндегі шараларды жиі қолға алуды жоспарлап отыр. Өйткені бүгінгі басқосуда шәкірттер білікті маманнан мол тәжірибе жинақтап, өмірде үлкен табысқа жету жолдарының жаңа қырларына қанық болды. Мархабат Көпосынова, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.